Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қазіргі қоғамның тренді денсаулық. Оны сақтау және нығайту үшін адамдардың көпшілігі ең қарапайым және ғасырлар бойы дәлелденген әдіске жемістер мен жидектер арқылы витаминдеуге жүгінеді. Киви солардың бірі. Алғаш рет киви жемісін беретін ағаштың өсетін орны солтүстік Қытайда Янцзы өзенінің аңғарында табылған. Онда оны михутау немесе маймыл шабдалысы деп атайды, өйткені жеміс түкті қабықпен жабылған. Жемістің ғылыми атауы Actinidia chinensis. Классификация бойынша киви жидек ретінде жіктеледі. Киви атауы 1960 жылдары Жаңа Зеландияда пайда болды. Жеміс осы елдің эмблемасы болып табылатын киви құсының денесіне ұқсайды деп есептелді. Егер сіз лимон мен апельсинді С витаминінің негізгі көзі деп ойласаңыз, қателесесіз. Шын мәнінде 100 грамм киви жемісінде 154% С дәрумені бар. Бұл лимон мен апельсиннен 2 есе көп. С дәрумені қабынуды немесе қатерлі ісік тудыруы мүмкін бос радикалдарды жою арқылы күшті антиоксидант ретінде әрекет етеді. Олар сондай-ақ иммунитетке зиянды қоздырғыштармен күресуге көмектеседі. Кивидің пайдасы С дәрумені мен калийдің жоғарғы концентрациясында. Бұл жеміс гипертонияның, йод тапшылығын, иммунитетті жақсарту үшін пайдалы. Қатерлі ісік пен жүрек тамыр жүйесі ауруларының алдын алуға көмектеседі. Киви пайдалы қасиеттері бар төмен калориялы жидек. Оның энергетикалық құндылығы 100 грамм үшін 61 килокалорияны құрайды. Кивидің әйелдерге қандай пайдасы бар? Жастықты, сұлулықты, эпидермистің серпімділігін, шаш пен тырнақтың сұлулығын сақтауға көмектеседі. Киви климактерлік кезеңде гормондардың жұмысын реттеуге септігін тигізіп, ай сайын әйелдер күні кезінде ауырсынумен күреседі. Жүкті әйелдер жидекті жеу арқылы анемиядан сауыға алады. Гемоглобиннің жетіспеушілігі балаға теріс әсер етуі мүмкін. Оттегінің ашығуына байланысты ұрықтың миында қайтымсыз өзгерістер болады. Нәресте дамуында ауытқулармен туылуы мүмкін. Киви құрамындағы фолий қышқылы баланың жүйке түтіктерінің синтезіне қатысады. Түсіктің алдын алуға көмектеседі. Кивидің ер адамдар үшін қандай пайдасы бар? Жидек эректильді дисфункцияның көріністерін тоқтатады. Жыныстық қатынасты жақсартады. Сперматозоидтың сапасы мен мөлшерін жақсартады. Киви қандай ауруларды емдейді? Киви жүрек қан тамыр жүйесі ауруларының қаупін азайтуға, иммундық жүйені нығайтуға, бронх пен өкпеге жүктемені азайтуға, ішкі қан кету, тыныс алу жүйесінің аурулары, соның ішінде астма, туберкулез, көкжөтел, гельминтикалық инвазиялар, тыныс алу аурулары, қандағы қант концентрациясының жоғарылауы, іш қату және тағы басқа кездерде көмектеседі. Буын аурулары, подагра, ревматизм кезінде белсенді қолданылады. Тамақ тез қорытылуы үшін әр тамақтанғаннан кейін, әсіресе ет тағамдарын жегеннен кейін бір кивиден жесеңіз, асқазаныңызда ауырлық сезімі болмай, тамағыңыздың тез қорытылуына септігін тигізеді. Егер сіз күн сайын киви жесеңіз не болады? Жемісті үнемі тұтыну тітіркенген ішек синдромына байланысты асқынуларды азайтады. Кивидегі талшықтар мен антиоксиданттар ішектің жұмысын жақсартады. Сондықтан кивиді сыртын жақсылап жуып, қабығымен жеу ұсынылады. Күніне бір киви қабылдау инсульт, тромбтар мен жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін азайтады. Жемістегі калий қан қысымын төмендетеді. Кивиді тәуліктің қай уақытында жеген дұрыс? Бұл жидекті көбіне салмақ тастау мақсатында пайдаланады. Сонымен қатар терінің жұмсақтығына, қартаюының алдын алуға жақсы әсер етеді. Мамандардың айтуынша, өнімді тамақтанар алдында жеген дұрыс. Ең дұрысы таңертең аш қарынға тұтыну.
Кивиді қолдануға қарсы көрсеткіштер. Ең біріншіден, кивиді 5 жасқа дейінгі балаларға қолдануға тыйым салынған. Асқазан мен 12 келешектің ойық жарасы, гастрит пен панкреатиттің өршу кезінде және аллергия кезінде кивиді тұтынуға тыйым салынады. Сонымен қатар, кивидің құрамында қышқылдар көп болғандықтан тіс эмалына кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан дәрігерлер киви жегеннен кейін аузыңызды сумен шаюға кеңес береді. Киви қанның ұюын төмендетеді және қан кету қаупін арттыруы мүмкін. Операцияға дейінгі және операциядан кейінгі кезеңде, сондай-ақ гемофилия, Вилле-Брант ауруы сияқты ауруларда жемісті тұтыну ұсынылмайды. Кейбір адамдарда киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршігуі және аллергияның әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксияға әкелуі мүмкін. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Кивиді күн сайын тұтынуды және аш қарынға жеуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер Гүлнұр, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Видеоны достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше. Қаңтардың аяғына дейін 1000 подписчик жинауды мақсат еттім. Қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын.